Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Бүгін сіздерге мәтінді қалай аудиоға айналдыру керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін сіздер Google-ға Narakit деп жазасыздар. Бұл Narakit сөзін ағылшынша болмаса қазақша жазсаңыздар да болады. Narakit сайтын ашасыздар. Соның ішінде бастау, начать батырмасын басып кіресіздер. Бұл жерде преобразование текста в речь аудио және видео с презентацией деген бет ашылады. Осының ішінде преобразование текста в речь аудио дегенді басасыздар. Текст в аудио деп міне сіздерге арнайы мәтінді аудиоға айналдыратын бет ашылады. Бұл жерде сіздер енді мәтіндеріңізге байланысты тілді таңдайсыздар. Мысалға, ағылшын тілін таңдайтын болсаңыздар, английский, британский, болмаса қазақшадағы мәтінді аудиоға айналдыратын болсаңыздар, казахский деген сияқты тілдерді таңдап жұмыс жүргізетін боласыздар. Мысалы, мен қазір английский, британский деген тілді таңдап отырмын. Және де бұл жерде голос деген жерден сіз өзіңіз осы мәтінді айтатын дауысты да таңдасаңыз болады. Мысалы, мен Эмма деген дауысты таңдап, енді скрипт деген жерге, бұл жерге мен мәтінді аудиоға айналдыратын мәтінімді осы жерге қоятын болам. Ол үшін мен Word-та жазылған болмаса керекті сөзімізді копировать етіп аламыз. Копировать етіп болғаннан кейін скрипт деген жерге вставить етіп басамыз. Кейіннен создать аудио деген батырманы басатын боламыз. Батырманы басқаннан кейін мынау біздегі мәтініміз аудиоға айналу үстінде. Мәтініміз аудиоға айналып, мына дайын болды. Енді тыңдалымға қосып. Astana Schools enrolls about 103,000 students across 83 schools, including 71 state schools and 12. Осылайша мына біздің мәтініміз аудиоға айналды. Бұны кейін өздеріңізге қажет болса скачать етіп жүктеп алсаңыздар болады. Сонымен қатар бұл жерде скорость воспроизведения жаңағы айтылатын аудионың жылдамдығын да өздеріңіз қолмен қоя алатын боласыздар. Және де ең тиімдісі бұл сайтқа сіздер тіркелмей-ақ өздеріңізге қажетті мәтінді аудиоға айналдыра аласыздар. Бұл көбінесе ағылшын мұғалімдеріне және орыс тілі мұғалімдеріне кейде аудиоларды таппаған кезде өз қолдарыңыздан осылай жасағанға өте тиімді болып табылады.